Баршаларыңызға сәлем достар. Барлық адам сүйсініп жейтін, жаз шыға салысымен сатып алуға асығатын қарбыздың 92% судан тұратын жайлы, оның адам организміне тазалауда өте пайдасы зор екені жайлы айтатын боламын. Оның құрамында А, В6, С дәрумен топтары кіреді. Ыстық күндері қарбыздың маңызы тіптен арта түседі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше ең жоғарғы деңгейдегі дәрумендердің барлық қарбызда екен. Әдетте мұндай жағдайда тек қызыл көкөністерде, жеміс-жидектерде кездеседі екен. Сонымен қатар қарбызда ликопин компоненті бар. Оның жүрекке, сүйекке пайдасы өте зор. Қарбыз шырынының қасиеттері мен қанықтығы оны көптеген ауруларға ем болатын дәмді халықтық дәрі-дәрмек етті. Мысалы, диабетсіз сынды ауруларды емдеу үлкен көмек бола алады. Қан қысымы жоғары адамдарға және лецитин сынды аурулардан зардап шегетін адамдарға қарбыз шырынын жиі ішу ұсынылады. Қарбыз дәнінде де құнар бар, өйткені ол нәрлі заттармен байытылған, ішінде минералды тұз, темір және магний бар. Қарбыздың отаны Африка. Дәлірек айтқанда оңтүстік Африка саналады. Онда бүгінгі күнге дейін бұл өсімдіктің жабайы түрлері ұшырасады. Қарбыздың дәл осы мекеннен әлемнің түкпір-түкпіріне таралған. Ежелгі Египетте де қарбыздар кең таралған. Ал Еуропада 11 ғасырдан бері белгілі болса, Ресейде 17 ғасырдың ортасында ғана өсіріле бастады. Өсімдіктің Қытайдағы мәртебесі өте жоғары. Батыс қарбызы деген атау бергендеріне қарағанда, қытайлықтар оны еуропалықтардан әкелген. Күні бүгінге дейін қытайлықтар қыркүйек айында қарбыз мерекесін жоғары дәрежеде атап өтеді. Достар, дарбыздың пайдалы кеңестері ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.